Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Сіздерге бүгін оңай әрі жылдам тез дайын болатын булочкидің рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер және де комментария қалдырыңыздар. Қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сіздер де отбасыларыңызда осындай өте дәмді булочки жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Гүлжанар. Бізге қажет болады шекер, тұз және де дрожж, және де жылы сүт, жылы су, жұмыртқаның ақуызы, сарыуызын бетіне жағуға алып қаламын, және де сұйық май қажет болады. Ең алдымен суды, сүтті, жұмыртқаның ақуызын және де осы қоспамыздың барлығын қосамын. Жақсылап араластырамын. Жақсылап араластырғаннан кейін майды осындай кесемен өлшеп құйсаңыздар да болады, не қасықпен өлшеп құйсаңыздар да болады. Мен жарты кесе май құйып жатырмын. Тағы да бір жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін қажетінше ұнды қосамыз. Көптен қоспаймыз, аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бисмилля. Қамыр иленіп болды. Енді осы қамырдың үстіне 1 столовый ложка сұйық май құйып жіберемін. Және де осы сұйық маймен барлық шетіне қамырдың илеп шығамын, осылай тигізіп. Мына қамырдың барлық бетіне тиді. Қамыр дейтін өте нәзік. Енді қамырды жақсылап ашытамыз. Пешоғымен жауып, бетін майлықпен жауып қоямын. Осылай жарты сағат тұру керек. Ал енді ішіне қосатын қоспасын дайындаймын. Осы аралықта қамыр ашып атқан уақытта. Қоспасын дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға 2 қасық шекер саламын. Егер тәтті болсын десеңіздер, көбейтсеңіздер болады. Және де творог қажет болады. Осы творогтан да қосамыз. Ондай көп творогты қажет етпейді. Егер жоқ болса, қосудың қажеті жоқ. Жаңғақ қоссаңыздар да болады, грецкий орех. Осы жетіп қалады. Жақсылап араластырамын. Ванилин болса, ванилин қоссаңыздар болады. Лимон, апельсиннің седрасын қоссаңыздар да болады. Мен тек шекермен творогтың өзін ғана қосайын деп тұрмын. Бізге осы жеткілікті. Начинкамыз дайын. Енді қамырдың ашығанын күтеміз. Қамыр ашыды. Енді қамырымызды жерге түсіреміз. Қараңыздар, қандай әдемі болып ашыған.
Енді осыны теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Грамдап бөлсеңіздер де болады. Мен көз мөлшерімен бөліп жатырмын. Енді барлығын осылай домалақ шарик жасаймыз. Барлығын шариктеп болдым. Енді осы нені қамырда жаю үшін ұн қажет болады. Өте жұқа ғып жайып шығамыз. Жұқа ғып жайып алдым. Енді үстіне ертілген сармайды жақсылап жағып шығамын. Сармайды жаққаннан кейін жаңағыдай дайындап қойған творогымыз бар ғой. Сол творогты осының арасына қосып шығамыз. Егер творог қоспаймын десеңіздер, ешнәрсе қоспайды, өзін жасай берсеңіздер болады. Грецкий орехпен қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап оқтауға осылай ораймын. Мына жақтарын бекітіп аламыз осылай. Енді жайлап бір-біріне жақындатамын. Жай оқтауды аламын. Осылай барлығын жасап шығамыз жайып. Барлығын дайындап алдым. Енді осыны 15-20 минутқа расстойкаға қоямын. Көтерілуге қойып қоямын. Бетін майлықпен жауып қойып қойсаңыздар болады. Алдыңғы бүккендерім уже сразу көтеріліп жатыр. Осылай барлығы бірдей біркелкі болып көтерілу керек. Жақсылап ісініп көтеріліпті. Енді үстіне жаңағы алып қалған 2 желтокты жағып шығамыз. Қанша уақыт тұрған сайын бұл жақсы көтеріле береді. Расстойкаде ұзақ ұстау керек негізі. Ұзақ ұстаған сайын булочкамызда жақсы шығады. Барлығына жағып шықтым. Енді бетіне аздап шекер қосамын мен. Бетіне әсемдік үшін мак сепсеңіздер де болады, кунжут сепсеңіздер де болады, немесе крошка сепсеңіздер де болады. Мен тәтті болсын деп шекер себемін. Дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп аламын. Булочкамыз дайын болды. Булочканың жұмсақтығын қараңыздар. Өте дәмді.